Үштоған тауының бөктерін өрлеп бір отар қой жайылып барады. Бұл қой осы өлкеде қаншама жыл бойы жеке шаруашылықпен айналысып келе жатқан Сағындық ақсақалдікі екен. Орталықтан 1-2 шақырымда орналасқан бұл отбасын танымайтын ел жоқ, бірақ ешкім ат басын тірей бермейтін. Оған себеп те бар. Малы мол, жері мен шөбі жетерлік, ауқатты отбасын кейбіреулер жағымпазданып сыйласа, қайсы біреулері қорыққаннан да сыйласып жүрді. Қанша дегенмен Сағындық шал көп жылдар ұжым басқарған кісі, халқына сыйлақ азамат болған. Бұл шаңырақтың шырқы неліктен бұзылып кетті деген сұраққа да жауап бар. Сағындықты сыйласа да, Сағындықтың 3 ұлына бола замандастары көп келе бермейді. Үшеуі де аса сотқар, тым қатыгезтін. Үлкен ұлы қалада оқып жүргенде төбелес үшін отырып та келген. Ортаншы ешқайда жібермей ауылда қалдырса да күйгелек, бұзықты болып өсті. Кенже ұлы облыстық дене шынықтыру институтын тәмамдап, оның өзі оқуының соңғы жылы жазықсыз біреудің басын жарып, оқудан шығып кете жаздап, әйтеуір әкесінің малының арқасында әзер бітіріп, бұл да ауылға келіп алды. Үшеуі туралы айта берсең, сөз таусылмайды. Басқасы басқа. Тіпті үйлеріндегі малдарын жаятын жалшы, жалдамалы қойшыларды болар болмас нәрседен сылтау тауып, көгала қойда етіп сабайтын. Ол қорлыққа шыдайтындары шыдап шыдамағаны қолды бір сілтеп кете беретін. Сотқа берулеріне де мүмкіндік жетер, бірақ ел алдында, Сансызбайдың алдында қарабет болғысы келмейді. Көбі қойшы қайтеміз дей салады. Бұл жағдайды әкелері байқап та жүрді. Талай рет үшеуін алдына шақырып алып айтқаны бар. Айналайындар-ау, жалшыларды бекер жәбірлей бергенше ақырын түсіндіріп, немесе ескертсеңдер қайтеді дегенде, ой, Батя, саспа, қатырамыз, сен қартайдың, ендігі шаруаны бізге тапсыр. Олармен сөйтіп сөйлеспесе сөз түсінбейді дегенді айтып, әкелерін жақындатпай-ақ қойған. Әкесі де амалсыздан іштей тынып бақты. Осылар біреуді жазым қылып, тағы да арандамаса болғаны. Жастайларынан еркелетіп дұрыс тәрбие түзу өнеге көрсетпеген өзіме де сол керек-ау деп күрсінді. Өзі жоқшылық пен аштықты, сұрапыл соғысты басынан кешкен. Сансызбай ақсақал жастайынан адал термен еңбек етті. Жауапты қызметтер атқарды. Жеке шаруашылықпен айналысып, мал жинап, басына бақ қонып, аузына аулақ дәулет пайда болғанда, мен көрген ит өмірді ұрпағым көрмесін. Аллаға шүкір, 3 ұлым 3 жағымнан тіреп тұрады деп, бетінен қақпай перзенттерін шолжаңдау қылып өсірген. Жастайларынан спорт үйірмелеріне қатыстырған, бірақ әскерге жібермей неге алып қалды екен? Өкінеді, ол жақта тәртіп бар ғой, бекер, бірақ не шара, іштен шыққан шұбар жылан, аман болса болғаны. Осылардың содыр қылықтарының арқасында ауыл-аймақ, ел-жұртпен араласудың өзіне бәйбішесі екеуінде бет жоқ. Сөйтіп жүргенде бұлардың шаруашылығына жалдануға ешкім жоламайда кеткен болатын. Үшеуінің тірлікке икемдері жоқ. Икем болса зауықтары соқпайды. Ермектері қас қарая жасыл Ниваны мініп алып орталыққа кетеді. Таң ата тәлтіректеп оралады. Сол әдетпен тағы да кеш бата шығып кеткен. Түннің бір уақыттарында улап-шулап жетіп келгенде әке-шешелі абдырап сыртқа шыққан. Үлкен ұлдары удаймас, жанында құжынаған жын шайтандары. Батя, мам, мен қыз әкелдім, түсіріп алыңдар, қатын ал деп қақсаушы едіңдер, міне деп ағыл-тегіл жылап тұрған қызды машинадан алып шықты. Бұндайды күтпеген ата-ана сасқалақтап қалды. Әбігер болып жүріп келінде түсіріп алды. Бұған әсіресе анасы шексіз қуаныш деді. Ертерек айтпадың ба?
жақсылап күтіп алатын едім деп ұлына әлсіз зекіп қояды. Ертең, ербең еткен ұлы риза кейіппен ыржалақтап, нормальный мат дейді. Шешесінің арқасын күректей алақанымен қағып жіберіп. Үлкен ұлының үйлену тойын ойдағыдай өткізіп, азан-қазан аяқталғаннан кейін Сансызбай ақсақал үлкен ұлын шақырып алып әңгіме қозғады. Құлыным, сырым, тұңғышым, үшеуіңді тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай өсірдім. Анау-мынау боп кетсем, екі бауырыңды қарайлайтын сен боларсың. Есіңді жи, тәуба, зиялы жерден келін түсіріп бердің. Енді саған атқарар міндет көп, әке боларсың. Қадірімді ұғарсың. Малдардың алдында сол мал үшеуіңе де жетеді. Өздерің баптап, төлдетіп көбейтсеңдер де қолдарыңда тұр. Жалшыларға ол күн көрсетпей қақсатқандарың анау, жерге дұрыс қарамаса қурап шөл басып қалады. Малға көңіл аудармасаңдар қырылып қалады. Өздерінің де күндерің мүшкіл болады. Ақылға келіңдер. Бауырларыңды түзу жолға салатын өзіңсің деп сөзін аяқтады. Сырым өтірік ойланған боп, қабағын түйіп басын шұлғып отыр. Көкірегінде әкесінің айтқан өсиетін түйіп түсінгеніне де шамалы. Ішінен мына шал алжиын деді ма? Бізді жұмысқа салып қоймақ екен. Жоқ, болмайды. Өмірі ешқайда жұмсамаған әкесі қызық. Ойына жақсы бір идея сап ете қалды. Мал жетеді, жалшы табуға жет. Бірақ басқа жақтан, бөлек ауылдан, немесе қаладан әкелу керек жалшыны. Миығынан жымиып қойды. Батя, қорықпа, қатын алдым. Енді ойланам. Шаруа шыр айналады, көресің, деп әкесін бас бармағына шошайтып көзін қысты. Көңіл күйі жақсы кездегі үйреншікті қылығы бұл. Сырым ертеңіне алып, апыл-ғұпыл жиналып қалаға жаққа аттанып кетті. Ол жақтан қаңғып жүрген бір-екі биш алып келмекші. Әкелері де бауырларым да қуанып қалатын болды деп өз-өзіне дән риза болып келе жатыр. Кеш бата Сырым ауылға қайтып келді. Қасында еңгезердей орыстың жігіттері, есік алдында жүрген шешесі. Ол екеуін ұлының жолдастарына балап, балалар кіріңдер, төрлетіңдер деп жатыр. Мама, бауырларымен Батяны шақырып, Байғазы сұра, үйге биштер алып келдім, деді маңғаздана. Сол кезде әкесі мен бауырлары да ас үйден шығып келе жатқан. Әй, әкесі, ана балаң орыстың бейшілерін әкелдім дей ме, не дейді? Деді шешесі. Жоқ, бейші емес. Кәпірлердің жалшыларын әкеліпті ұлың, деді әкесі көңілсіз кейіппен. Батя, какая разница? Деп екі ұлы мәз-мейрам. Бұлар жұмысты жақсы істейді, ақша мал сұрамайды, тұрақ пен тамақ болса болды десіп жатыр. Ата тегінен малшы жалдаса да, діні де, нәсілі де бөлек адамға жалдап көрмеген Сансызбай ақсақалға баласының білгішініп қайдағы бір қаңбастарды жетектеп келгені ұнамап еді. Шешелері, мыналар тозып жүдеп кетіпті ғой, үстеріне бір сыпыра ескі құсқы киімдеріңді бер. Мен тамақ жасап берейін, деді бейшараларды шын мәнісінде мүсіркеп ақ жүр. Мама, қайтесің оларды? Құдайы қонақ емес, қайдағы бір босқындар ғой бұлар. Енді шаруа оңалады. Бір жапырақ нан мен қара су берсең болғаны. Үш ағайынды оңай олжа тапқандарына мәз. Уақыт өстіп өтіп жатты. Жаһандағы жалғыз үйде де тіршілік жалғаса берген. Айы күні жетіп, үйдегі жас келінде дүниеге ай мен күндей қыз әкелді. Сансызбай мен бәйбішесі немерелері болғандарына тәуба қылысып, жадырап қалған. Шөп науқаны басталып, қора қопсыны жөндеп, қысқы дайындалып жатқан кезең. Андрей мен Миша да бұл үйге бой үйренісіп қалғандай. Күнімен бел бүкпей жұмыс істейді де жатады. Ол екеуіне үш ағайынды маза көрсетпейді. Қысып қинап мазақ етіп әйтеуір әбігерге етеді.
әсіресе әскердің шет жағасынан қанығып өзінше орысша үйреніп келген үлкен ұл. Қоқан-лоқы жасаудан жалыққанда білетін орысшасын айтып сөзбен қағытып, Миша мен Андрей «Держи хвост водрей» деп алып соған өзі қарық болатын. Екі інісі түсінсін түсінбесін ағаларын қостап ыржалақтайды да қалады. Екеуі шыдап бақты. Бұлар анда-санда тамақ немесе темекі бермей зығырларын шығарғанда көздері қызарақтап кек алғылары кеп-ақ тұрады. Бірақ байқатпауға тырысады. Өйтсе үш ағайынды өлтіруден тайынбайтындай. Қайта бұлардың кәрі шешелері ұлдары ұйықтап жатқанда тығып тамақ жуынып шайынып алыңдар деп сабын беріп тұратынды. Ал әкелері көңіл де аудармайды. Томаға тұйық қалпынан тайған емес. Соған қарағанда бұлар бар ма жоқ па бәрібір. Андрей мен Мишаның түйгендері осы. Түннің бір уағында екеуі темекілерін орап отырып әңгіме көшкен. Қайсысы бір күндері шаруадан шалдыққандары соншалық әңгімелесуге шамалары келмей қалатын. Осы біз өлгенше өстіп жүрмекшіміз бе? Бұл үшеуі бізді құртып тынады деп сөз бастаған Миша. Дұрыс айтасың. Өзіңді өлтірмей тұрғанда оны сен өлтір деген зонада нақыл бар ғой. Қырып тастау керек шетінен деп Андрей темекісін будақтата сорып. Бәрінде нең бар? Басың істей ме? Шешесінің жақсылығы өтпеп пе еді бізге? Ал әкелерінің мүлдем шаруасы жоқ. Келіндері бала қарап үйден де шықпайды. Үшеуін қайқайтайық та қарап атырайық. Мишка неткен осал едің. Әкесіне ұнап жүргеніміз шамалы. Ұлдары істемеген шаруаны біз тындырып жатсақ та түтіп жеп қояйын деп жүр. Келіндерін анада көрдің емес пе? Әсем келінше қой, я? Ол енді өз есебімізде. Шешелерін өлтірмесек те болады. Бірақ ол бейбақ күйіктен-ақ о жаққа аттанып кетеді ғой. Сондықтан оны да қинамай көзін жойған дұрыс сияқты. Екеуі құдды бір қызықты тақырыпты ертегі етіп айтып отырғанда елесіп береді. Қашан бастаймыз? Ертең кеш батып бәрі ұйқыға кеткенде келістік. Ертеңгілік күндегі күйбең тірлік қайта басталған. Ағаш жарып жатқан екі орыстың көңіл күйлері кешегідей емес, көтеріңкі. Бір-біріне әзіл айтысып, алдарындағы жұмысты ширақ атқарып жатқан. Андрейдің қолына жаңқақ кіріп, ортаңғы саусағы ісіп кетті. Өздеріне бей-жай қарамайтын кемпірге келіп, ымдап жүріп, түйрегішін сұрап алды. Алда бейшарай, тікен кіріп кетіпті ғой, деп түйрегішін ұсынған. Қайта қайтарып алып кел, маған керек деп жатыр, қазақшалап. Жұмысқа айналып жүріп, түйрегішті қайтарып апаруды ұмытқан Андрей жүре берді. Түйрегіші қажет болған әжей ұлдарына сұратып алайын десе, бостан-босқа ұрып соғатынын білді. Өзі сұрайын десе, бір ауыз орысша білмейді. Содан шалына келіп, әй, Сансызбай, орысша осы түйрегішті не деуші еді? Деді. Шаруа қамымен жүрген ақсақал, оны қайтпексің, әлде орысша үйренейін деп жүрсің бе? Булавка деп аталады ғой деп құрығыр дей салды. Андрейдің қасына жылдам жүріп жетіп келген әже, әй балам, дай мой плавка дей салмасы бар ма? Аң-таң қалған екі орыс бір-біріне қарап меңіреу кейіпке түсті. Апа, не брал я ваши плавки? Деп екі қолын кеуде тұсына қойып ақталды. Жейдесінің жеңіне түйрелген түйрегішін әжей байқап қап, Андрейдің жеңінен түйрегішін ағытып алып, міне мой плавка деді. Мән жайға енді қаныққан екі орыс ал кеп күлсін. Өмірлерінде өстіп күлгендері алғаш рет шығар. Оны көздері шалып қалған үш ағайынды шешемізді мазақ қылды деп әлгі екеуін қамшымен борбайлатып сабап жатыр.
Шешелері араларына түсіп әлек. Кеште батты. Малды жайғастырып кешкі тамақты ішіп алған екеу қора артында темекі тұтатып жоспар құрып отыр. Жатып ұйықтады ау деген мезетте біртіндеп жүріп өлтірейік. Сарай ішінде балта мен балға бар. Соларды дайында. Әлгі жас келіннен абай бол, артынан қылығын көре жатармыз. Дұрыс айтасың. Кекесін күлкі қою қараңғылыққа сіңіп кетті. Жапандағы жалғыз үй түн тыныштығына оранып, маужыраған кейіпке енген сәт. Қора жақтан сиырдың күйсегені мен шөп сыбдыры ғана естіледі. Иттер де үнсіз. Бұл үйдің есігі жабылмайтын. Күнде ашық тұрады. Екі жалшыдан күдіктенбегенде қазақи аңғалдық та шығар. Екеуі ептеп басып ішке енді. Төмендеу бөлмеде екі ағайынды көрпені бүркеніп алып ұйықтап жатқан. Бас жақтарын болжап тұрып Андрей балтаны серпіп жіберді. Миша да жылдамдатып балғалап жатыр. Аппақ көрпелер қызылала қанға боялды. Төргі бөлмеге көзі түскен Миша қасындағы серігін түртіп нұсқап көрсетті. Бөлме сәнін келтіру үшін ілінген кілем, түлкі қасқыр терілері және қос ауыз мылтық пен көнеден қалған қанжар ілініп тұр. Қара көлеңке ауыздағы үйдегі жанып тұрған шаммен араласып кетіп жатыр. Жайлап басып алға жылжыған қос қанішер ендігі бөлмеге енгенде үлкен ұл. Келіншегі нәрестесі үшеуі бей-жай қалыпта ұйықтап жатты. Қанжарды ұстап тұрған Миша әлсіз ғана қорылдап жатқан сырымды қанжармен осып жіберді. Сол сәтте Андрей жас періштенің бетін жастықпен жаба салды. Іс бітті дегенде екі әріптес бір-біріне қарап көз қысты. Келінге тиіспеген. Шал кемпірді бірдеңе қылу керек. Дәретке шығып келе жатқан Сансызбай сасып қалды. Жайлап басқан жалдамалы екі орыс бұған қарама-қарсы келе жатыр. Өй әкеңнің, осылардан күдіктеніп едім деп төргі үйдегі мылтығына жүгірді. Мылтығының жоқ екенін сезген Сансызбай мылтық әлгі екеуінің қолында екенін қара көлеңкеде байқамаса керек. Анадайда жатқан балтаны көзі шалып қалды. Шал ешқайда қашамын деп ойлама. Жасың келді ғой, бері шық. Қинамай жібереміз. Кететін жағыңа деп орысшалап дауыстап қояды. Еңгезердей үш жігітті жайратқан. Енді кімнен қорықсын? Тетігін тауып, шамды да жағып алды. Төргі үйге қарай жақындаған Андрейді аңдып тұрып Сансызбай кәрі де болса соғыстағы қырғылық еңбек қылып жиналған қайраттылығы мен балтаны жіберіп қалды. Көкіректен тиген балта қайсысында? Андрей сол жерде сұлайып түсті. Миша өткір жүзбен өзіне қарап тұрған шалды сол жерде кескілеп өлтіріп, қолына қосауызды алды. Сұлап жатқан серігіне жақындап еді, ол аттанып кеткен екен. Көзі қызарып келін жатқан бөлменің есігін теуіп ашты. Шошып оянған жас келіншек қан жоса болған күйеуімен демсіз жатқан нәрестесін көріп, кереуеттен атып тұрып, ашық тұрған терезеден сүріне қабынып, секіріп, шыңғырған қалыпта қаша жөнелді. Ондайды күтпеген Миша шүріппені басып қалған. Қашып баратқан жас келіншектің омырауына тиіп үні өшті. Ала сапыранды құлағы шалған әже есіктен шыға бере, тілгіленіп жатқан шалы мен өліп жатқан Андрейді көріп, қан қысымы көтеріліп, босағаға сүйенген қалпы жүрегі тоқтап қалды. Жағдайдың осындай боларын күтпеген Миша асықпай жүріп үйді аралады. Төргі бөлмедегі шкафтарды ақтарып жүріп, ақша да тауып алды. Мұндай ақша ұстамағалы қашан. Ұлдардың бөлмесінен жақсы деген киімдерді алып киіп, айнаға қарап өзіне масаттанып жүр.
Үйдегі өліктер, жапан түздегі қорқыныш бұған әсер етпегенде. Тоңазытқышты ашып тоя тамақ жеп, арақ шарапты алдына үйіп қойып таң атқанша отырды. Енді жолға шығу керек. 4-5 шақырым шығысқа қарай жүрсе қалаға қарай қатынайтын камаздар жасыл Ниваға мініп алып шығысқа қарай тартып кетті. Оқиға болғанға 3 күн өткен. Қарындасын іздеп құдаларына келген Ержан есік алдында қанға боялып жатқан қарындасын көріп есінен танып қалды. Бұны естіген ел адамдары у-шу болды. Кейбіреулер сауап сол керек десіп жатыр. Бұлардың орыс жалдағандарын ешкім естімегенде. Сөйтіп Сансызбай шалдың оты өшті. Қазір Жапандағы жалғыз үйге ешкім жақындамайды. Бір түрлі үрей шашып тұратын сияқты.